Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен физика 7-ші сынып Кронгорт кітабынан физикалық шамалар және оларды өлшеу бірліктердің халықаралық жүйесі тақырыбы бойынша 19-ші беттегі 5 есепті талқылайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Тозаң бөлшектерінің өлшемдері 0,5 0,5 мм арасында жатыр. Бұл өлшемдер микрометрмен, нанометрмен, километрмен өрнектелген. Енді қараңдар. 0,5 миллиметр. Ең бірінші мен мына санды дәреже түрінде жазуым керек. Ол 5, 10-3 дәрежесі. Ал мынау милли деген ол менде тоже 10-3 дәрежесі метр. Енді 5 көбейту, қараңдар, -3 пен -3 қосылады да, ол бізде 10-6 дәрежесі метр, немесе 5 микрометр деп жазуларына болады. Дәл осы шаманы 0,5 миллиметр дегенді мен нанометрге айналдырамын. Жаңа көрдік, 5 10-6 дәрежесі метр түрінде жазуға болады. Енді қараңдар, 5 10-6 деймін да, осыған енді дәрежелер қосам. 10-3-ті көбейтем, тағы да 10-3 дегенді көбейтсем, мына екеуі қысқарады да, менде мынау өзі қайттан қалады, бұрынғы қалпында сақталады. Значит, мен осылай жазуыма болады. Енді қараңдар, 5 көбейту. Мына -6 мен -3-ті қоссақ, ол бізде 10-9 дәрежесі болады ғой. Бізде қалды мынау 10-3 дәрежесі, көбейту 10-3 дәрежесі метр. Бұл деген сөз, мына 5-ті 1000-ға көбейтсем 5000, ал 10-9 дәрежесі деген нанометр, сонда 5000 нанометр түрінде жаздық. Енді дәл осыны километрмен есептеу керек. Миллиметр туры жаңағыдай 5 10-6 дәрежесі метр ғой. Енді кило дегенде 3-0 болу керек, значит мен бүйтем. 5 10-6 дәрежесі көбейту 10-3 дәрежесі көбейту 10-3 дәрежесі, мына екеуі қысқарады да, қайттан бұрын қалпында сақталады. Енді қараңдар, 5 көбейту -6-ға қосамын -3-ті, ол 10-9 дәрежесі, ал мынау 10-3 дегенді мен кило десем, онда ол 5 10-9 дәрежесі километр түрінде жазуға болады. Енді дәл осылай 0,5 миллиметрді мен микрометрге айналдыруым керек. Ол үшін мынаны дәреже түрінде жазып алуым керек. 5 10-2 дәрежесі, ал милли деген 10-3 дәрежесі метр. Сонда -2 мен -3 қосылады, 5 10-5 дәрежесі метр. Енді қараңдар, 5-ке 10-ды көбейтейінші. 5 көбейту 10 деймін да. Енді мына 10-нан құтылу керек қой. Оған 10-1-ді көбейтсем, мына екеуі қысқарады да, мынау қайттан жазып қоямын 10-5 дегенді. Мына екеуі қысқарады, қайттан менде мынау бұрын қалпында сақталады. Сонда 5-ті көбейтем 10-ға, ол менде 50. 10-1-ге қосам, көбейтемін 10-5-ті. Сонда -1 мен -5 қосылады да, ол менде 10-6 дәрежесі метр, немесе 50 микрометр болады. Дәл осылай айналдырдық. Дәл осылай келесі 0,5 миллиметрді нанометр түрінде жазуға болады. Ол үшін мен қазір қараңдар, микрометрге айналдырдым ғой. Ол деген сөз 50 10-6 дәрежесі метр екен. Енді мен осыны нанометрге айналдыруым керек. Ол үшін 50-ге көбейтем 10-3-ті, көбейтем 10-3-ті, көбейтем, мына өзі қалады 10-6 дәрежесі метрді. Себебі мына екеуі қысқарады, сонда 50 көбейту 10-6 дәрежесі метр деп баяғы қалпында сақталады. Сол себепті мен мына 10-3 пен көбейту 10-3 деген жазуыма болады. Енді қараңдар, мына жердегі -3 пен мынау -6 бір-біріне қосылса, 50 көбейту 10-9, мына жерде 10-3 деген сақталады, 10-3 дәрежесі метр болады. Енді сонда 50.000 көбейту 10-9 дәрежесі метр, немесе 50.000 нанометр болады жауап. Келесі
километрмен өрнектеу керек. 0,5 миллиметрді мен километрмен өрнектесем, 0,5 көбейту 10⁻³ дәрежесі. Мен километрмен өрнектеуім керек. Сол себепті 10⁻³ көбейту 10⁻³ дәрежесі неге қысқарады, қайтадан өзінің орнына сақталады. Енді қараңдар, мына 5-ті жаңағыдай 5 10⁻² дәрежесі түрінде жазсам, 5 10⁻², мынау 10⁻³ мынау 10⁻³ және де 10⁻³ дәрежесі метр ғой. Енді қараңдар, 5 көбейту 10⁻² көбейту 10⁻³ көбейту 10⁻³. Енді қараңдар, -2-ге қосамын -3-ті, ол -5, -5-ге қосам -3-ті, ол -8. 5 көбейту 10⁻8 дәрежесі. Мына жерге 10⁻³ дәрежесі деген мен кило деп жазсам, қасына метр қосып қоям, сонда километрге айналады. Екінші есеп, оқушы үйінен мектепке дейін жолда 15 минутта жүріп өтеді. Осы уақыт сағатпен секундта өрнектеңдер дейді. 15 минут сағатпен өрнектейтін болсам, оны 60-қа бөлем. 15-ті 60-қа бөлсем, 60 пен 15 қысқарады, мынау 4 болады, мынау 1 болады, сонда 4-тен 1 сағат немесе 0,25 сағат болады. Ал енді дәл осы секунд түрінде жазсам, 15 минут 15 көбейтілген 60 900 секунд болады. Келесі үшінші есеп. Оқушы тапсырманы 50 минут ішінде орнатып, осы уақыт секундпен өрнектеңдер дейді. 50 минут секундпен өрнектейтін болсам, 50 көбейту 60 секунд болады. Сонда 3000 секунд болады жоқ. Келесі төртінші есеп. Не дейді? Дюйм, фут, миля дегендерді анықтамадан табыңдар дейді. Значит, бізде 1 дюйм дегеніміз, ол деген сөз 0,0254 метр болады. Ал 1 фут дегеніміз, ол 0,3048 болады метр. Ал 1 миля дегеніміз, ол бізде 1609,34 болады метр. Төртінші есеп естіп. Келесі бесінші есеп. Бізде 0,65 километр. Осыны метрге айналдыру үшін не істеймін? 1000-ға көбейтем ғой. Сонда 0,65 көбейту 1000, ол менде 650 метр болады. Ал енді бұны сантиметрге айналдыру керек, ол үшін 100-ге көбейтем. 650-ді 100-ге көбейтсем, менде сантиметр болады. Ол значит 65.000 сантиметр деген сөз. Ал енді миллиметр. Біз мына жерде мынау метр ғой. Метрді миллиметрге айналдырып көрейікші. Ең бірінші біз миллиметрді метрге айналдырғанда 1000-ға бөлетін ек қой. Ал мына жерде 1000-ға, сонда метрді миллиметрге айналдыру үшін 1000-ға көбейтесіңдер. 650.000 болады сонда. Ол бізде миллиметр. Болды, айналдырдық. Енді 2,7 метр дегенді біз километрмен жазатын болсақ, бізде километрді метрге айналдыру үшін 1000-ға көбейтеміз ғой. Ал метрді километрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Немесе оны мен дәреже түрінде 2,7 10⁻³ дәрежесі километр деп жазуыма болады. Енді бізде 2,7 метрді дециметр түрінде жазып көрейікші. Біз дециметрді метрге айналдыру үшін оны 10-ға бөлетінек. Ал метрді дециметрге айналдыру үшін оны 10-ға көбейтеміз. 2,7-ні 10-ға көбейтсек 27 дециметр болады. Ал енді микрометр. Енді қараңдар.
2,7 метрді біз микрометр түрінде жазсақ, біз микрометрді метрге айналдыру үшін 10-6 дәрежесіне бөлетінек, дұрыс па? Ал мына жерде 2,7-ні 10-6 дәрежесіне көбейтеміз де, оны біз микрометрге айналдырамыз. Сонда жауабы осындай болады. Келесі 0,4 километрді мен метр түрінде жазсам, мыңға көбейтуім керек болады, дұрыс қой? Сонда ол 40 метр деген сөз ғой. Сонда енді мен дециметр, осы 40 метрді дециметрге айналдыруым керек. Ол үшін не істеймін? Ол деген сөз менде 400 дециметр болады. Ал енді миллиметр деп тұр ғой. Бізде 40 метрді миллиметрге айналдыру үшін не істейміз? Мен миллиметрді метрге айналдыру үшін оны мыңға бөлем, ал мына жерде мыңға көбейтем. Сонда 40 мың миллиметр болады. Келесі 4 сантиметр кубты метр кубқа айналдыру керек. Енді мына куб бар ғой, сантиға да тиісті, метрға да тиісті. Енді қараңдар, 4 көбейту санти деген ол менде не болады? 10-2 дәрежесі, ал мынау метр болады, и осының кубы. Енді қараңдар, 4 көбейту -2-ні 3-ке көбейтетіндер, сонда 10-6 дәрежесі метрдің кубы болады. Келесі миллиметр куб. Енді қараңдар, миллиметр кубқа қалай айналдырам? Бізде метр кубты миллиметр кубқа айналдырып көру керек. Енді қараңдар, миллиметр кубты мен метр кубқа айналдыратын кезде оны мен есетем 10-9 дәрежесіне бөлетінем. Ал мына жерде миллиметр кубқа айналдыру үшін 10-9 дәрежеде көбейтеміз. 4 10-6-ны көбейтем 10-9-ға. Сол кезде менде миллиметр кубқа айналады ол. Сонда 4 көбейту 10-6 мен 9 қосылады да 13 дәрежесі миллиметр куб болады. Енді келесі есеп 8 миллиметр квадрат. Оны метр квадратқа айналдыру үшін ол квадрат метрға и миллиға тиісті. 8 көбейту милли деген 10-3. И қасында метр бар, метр жазып қоямын да и квадрат деймін. Сонда 8 көбейту 10-3 пен 2 көбейтеді да 10-6 дәрежесі метр мен квадрат, ол бізде метр квадрат болады. Енді келесі бізде метр квадратты сантиметр квадратқа айналдыру керек. Біз сантиметр квадрат метр квадратқа айналдырған кезде не істейтін едік? 10-4 дәрежесіне бөлетін ек қой. Ал мына жерде 10-4 дәрежесіне көбейтеміз. 8 көбейту 10-6-ны көбейтем 10-4-ке. Осы кезде менде сантиметр квадрат шығады. Сол кезде 8 көбейту 10-6 көбейту 10-4 деген -6 мен 4-ті қосатын болсаңдар 10-2 дәрежесі сантиметр квадрат болады. Енді 365 миллиметрді мен метрге айналдырсам, ол 365 милли деген 10-3, 10-3 дәрежесі метр болады. Ал енді мен километрді метрге айналдырғанда мыңға көбейтеміз ғой. Ал метрді километрге айналдырғанда мыңға бөлеміз. Сонда 365 10-3 дегенді, 1000 дегенді мен дәреже түрінде 10-3 дәрежесі деп алсам болады. Сол кезде не болады? 365 көбейту 10-3 азайту -3 10-6 дәрежесі километр болады. Ал енді бізде метрді сантиметрмен жазады. Бізде метрді сантиметрге айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. Былайша айтқанда 10-2-ке. Сонда 365 10-3-ті көбейтем 10-2-ке, ол менде сантиметрмен шығады. Сонда 365 10-1 дәрежесі сантиметр немесе 36,5 сантиметр болады. Келесі 21 литр дегенді мен метр кубпен жазсам, оны мыңға бөлем, немесе 21 10-3 дәрежесі метр куб болады.
ал енді сантиметр кубты метр кубқа айналдыратын болсам 10-ның минус 6-ға көбейтемін ғой. Ал мына жерде просто 21 10-ның минус 3-ті көбейтесің 10-ның 6 дәрежесіне, сол кезде сендерде ол сантиметр кубқа айналады. Қараңдар, 21 сонда 10-ның минус 6, 10-ның минус 3 көбейту 10-ның 6, ол деген сөз 21 10-ның 3 дәрежесі сантиметр куб. Жауап осы болады. Сонымен есебіміз аяқталды.